Сөздерді сөздік арқылы жаттауды тоқтат. Бұндай жаттау жолы тиімсіз және сенің тіл үйренуге құлшынысыңды өлтіреді. Бұдан да тиімдірек жолдар бар. Менің есімім Мағжан Сәбитбек, мен ағылшынды тиімді жолмен үйретемін. Осы парақшаға жазылып қой. Оның орнына жаңа сөздерді келесі екі жолмен үйреніп көр. Біріншісі, сөзді сөйлемдегі мағынасына қарап, қолданыста, яғни контекстте жаттауға тырыс. Мысалы, cruel деген сөзді үйренген кезде, people who are cruel to animals деген сөйлемнің ішінде cruel деген сөздің басқа сөздермен қолданылатынына қарап, солай есте сақтаған оңайырақ. Әр жаңа сөзбен кемінде екі сөйлем өзін құрастырып көр. Екіншісі, сөзді бірден қазақ немесе орыс тіліне аудара салмай, алдымен оның ағылшынша түсіндірмесін, яғни дефинициясын қарауға тырыс. Мысалы, satisfaction сөзінің мағынасын іздейтін болсақ, бізге satisfaction is a pleasant feeling that you get when you receive something you wanted or